Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге фолий тапшылықта анемия туралы айтатын боламын. Видео қызық болатын болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Фолий тапшылықта анемия аты айтып тұрғандай, фолийдің жетіспеушілігінің нәтижесінен болады. Фолий ағзада жетіспесе, ол қан аздыққа алып келуі мүмкін, және де балада нерв түтігінің дұрыс дамымай қалуына алып келеді. Фолий қандай өнімдерде көп болады? Ол жасыл жапырақтарда, апельсин, лимонда және де дәнді дақылдарда көп болады. Фолий қандай қызмет атқарады? Баланың нерв түтігінің дамуына 23-ші күні алдыңғы бөлігінің, 26-ші күні артқы бөлігінің дамуына себеп болады. Фолий жетіспесе, нерв түтігінің дұрыс дамымауына алып келеді баладағы. Егерде фолий жетіспейтін болса, ағзада гомоцистеин көбейеді, метил малонды қышқыл көбейеді, ағзадан жоғары болуы ағзаға өте зиян, ол инсульт, инфарктқа алып келуі мүмкін. Фолийдің ағзаға жетіспеушілігінің себептері: тамақпен аз түсетін болса, яғни егерде 6 аптадан жоғары диета ұстайтын болса, ағзада сіңуі қиын болатын болса, егерде ішімдікті ұзақ уақыт қолданатын болса, триметоприм және де сульфасалазин, метотрексат секілді дәрілерді қолданатын болса, және де жүкті әйелдер жүктілік бастапқы 3 айында фолий қышқылын көп қолданады. Сол себепті жүкті әйелдерде фолий тапшылықта анемия болуы мүмкін. Келесі белгілеріне өтетін болсақ, ағзада бозару болуы мүмкін, ентігу, есте сақтаудың төмендеуі, ұйқышылдық, шаршағыштық, инсульт пен инфаркттың пайда болуы, фолий жетіспегендіктен гомоцистеин жоғарылап, көбейіп, ол ағза қан тамырдағы лейкоциттерді өзіне, тромбоциттерді өзіне байланыстыра отырып, қан тамырдың кеңістігін тарылтып, қанның өтуін баяулатады. Соның нәтижесінде қан жүрмей, инсульт, инфаркт болуы мүмкін. Және де тілдегі ауру сезімі, гингивит болуы мүмкін, шеткі аймақтардағы ауру сезімі болуы мүмкін. Себебі миелинді қабықшаның жойылуы нәтижесінде нерв талшықтары дұрыс өтпейді және бұлшықеттердің жұмысын бұзылуына алып келеді. Келесі белгісі сөздің анық дұрыс шықпауы. Диагностикасына келетін болсақ, бұл жерде эритроциттердің көлемі үлкен болып келеді, яғни ол жерде МСВ 100-ден жоғары болады. Және гемоглобиннің төмендегенін көрсеңіз болады. Қанда гомоцистеинді анықтаймыз, ағзада жоғарылайды. Метил малонды қышқылды анықтаймыз, ол да қанда жоғарылайды. Еміне келетін болсақ, фолий қышқылын біз таблетка түрінде қабылдаймыз, және де оны қанша мөлшерін, қанша таблетка ішу керек екенін сіз өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізбен кеңесіп қабылдайсыз. Бұл мағлұматтың бәрі жалпы ақпарат. Бұл видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк қойыңыз, подписаться батырмасын басыңыз, комментарий жазыңыз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.